Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі Телепорт Pro Max-тың 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен алдағы айтқанымдай 3-ші сабақта сіздермен именно телефонмен монтажды, түсірілімді именно қалай телекинез эффектісін істеуге болады. Яғни ол жерде какой-то бір объекті қолын көтереді, немесе лақтырады адамды, затты, любой нәрсе бола береді ол жерде. Ол жерде адам болуы мүмкін, ол жерде телефон ұшып тұруы мүмкін, ол жерде там камера ұшып тұруы мүмкін, ол жерде машина ұшып тұруы мүмкін, без разницы, любой нәрсе. Яғни мен сіздерге именно соның бүгін техникасын көрсетемін. Қалай біз оны видеолип приложениесі арқылы именно телефонмен қалай монтаждауды көрсететін боламын. Менде қазір мында уже запись экран қосылып тұр. Ол видео қандай болады десеңіздер, мынандай видеосы көретін боласыздар. Қазір бірінші қойып көрсетейін. Ең соңында бізде қандай нәтиже шығатынын, кеттік. Міне қазір болып жатыр. Мында қазір музыка жоқ, бірақ звук бар бұл жерде. Міне осылай келеді. Мына жерден біз Арсламыз екеуміз түсіріп жатырмыз. Міне кетті. Істеген кезде именно осындай видеоны біз сіздермен қазір осының монтажын және түсірілуін мен сіздермен разбор істейтін боламын. Жақсы ма? Ендеше бұны бізге түсіру үшін бізге ең бірінші камерамыз керек, яғни телефон. Одан кейін телефонымызды бір жерге тіреп қоймыз керек, телефон вообще жыбырламау керек. Яғни бізде статичный кадр болу керек. Алдын айттым ғой, телепорттың басыңғы сабақта айтқанмын, что кадрлар бізге екіге бөлінеді, статичный және динамичный болу. Бұл уақытта бізге статичный кадр керек. Яғни біздің кадрымыз вообще қимылдамау керек. Егер де штативтарыңыз бар болатын болса, телефон міндетті түрде штативге қойып қоямыз. Егер жоқ болатын болса, міндетті түрде бір жерге тіреп, кітапқа болсын, стакан, там, пиалкаға, любой нәрсе, главное телефонымыз вообще қимылдамау керек. Одан кейін екінші мәселе, біздің телефонымызды видео түсіретін кезде былайынан фиксация ұстау керек бізге. Ұстап тұрамыз да, осыны қатырып қоямыз, потому что свет анау-мынау ештеңе өзгермеу керек. Бәрі бір қалып керек. Одан кейін түсірген кезде барлығын бір дубльмен түсіреміз. То есть арасында ешқандай кесіліп, қиылып, онда ештеңе болмау керек. Яғни мен алдында түсірген кезінде менде уже неде түсірілген материал бар. Именно осы материалды мен отдельно түсіріп, сіздерге монтажын тағы да бір рет осы жерде көрсетемін. Потому что мен уже монтаж өзім істеп қойғам ғой. Реклама жасап қойғам. Бірақ сіздермен бірге осы жерде тағы да монтажын тағы да бір рет қайталайтын боламыз. Енді қазір оригиналын көрейік, қандай екенін. Ол бізде мынандай және так, мынау бірінші мен тігінен түсіргем, потому что тігінен түсірген кезде мына жерде бізде ұстадым, қараңыз, қазір көрсетем экраннан. Міне былай келеміз, қараңыздар. Мына жерде міне мынандай движение болмау керек. Яғни мен тұрған қолым мен Асламазан қол бүйтіп тұр ғой, екеуміз бір линияға бүйтіп қойған кезде қиылысады. Яғни бұнда бізге қиылыспау керек, міне осындай моменттер болмау керек. Сол үшін бұндай момент болдырмау үшін мен арнайы мынандай көлденең қойып түсірдім, чтобы үлкендеу кадр болу үшін да. Яғни ол жерде міне мына қарасаңыздар, мен iPhone 11 Pro Max пен түсіргем, ол жерде 0.5 деген режим бар. Егер 0.5 режим болса, вообще күшті шығады кадрларыңыз. Но жоқ болса, онда әрине сіз телефонды кішкене өзіңізден алыстай қою керек, чтобы сізге екі адам бірдей кадрға сыйып тұру үшін. Мен түсіріп алдық, барлығын реттеп қойдым. Штативте тұр телефоным, фиксация экспрессия қосып қойғанмын. Мен жақындап келемін, менде бір сценический кішкене актерлік қабілет керек болады. Типа сіз жүгіріп келесіз, қолыңызды істеп жібересіз, немесе бүйтіп тұрасыз, кішкене қолыңызды көтеріп жібересіз деген сияқты сондай моменттер жасау керек болады. Мен жүгіріп келемін, былай көтеремін, міне де мен қараңыздар, Асламызда бірден құлайды диванға. Міне тық құлады, отырды, все. Мен тұра беремін, қатып, примерно 8-9 секунд тұрам. И имитация істеймін, как будто қолымды Асламазан түсірген сияқты. Міне оригиналы именно ол осылай тұрады. Енді бұның монтажын істеу үшін біз не істейміз? Видеолип приложениесіне кіреміз. Міне қазір видеолипқа кіремін. Видеолип болсын, CapCut болсын, без разницы, екеуінің де жасау техникасы бірдей. Бізге бұл жерге ең керегі, бізге маскамен жұмыс істейміз в основном. Бұл жерде хромакей ештеңе жоқ, тек қана маскамен. Так, менде бағана кадрларын дайындап қойғанмын. Сол жаққа кадрлардың бәрін алып жасап қоямыз. Так, 11-ші мен тауып алайын қазір. Міне Телепорт Pro Max сабақты деп қойғам. Міне бізге исходный материал мынау керек. И одан бөлек бізге звук керек болды. Жаңағындай бір, енді білесіз ғой, кино көрген уақытта сіздер бір осындай бір телекинез сияқты бір эффект істеген кезде бір тың деген бір шипящий звуктар болады да, яғни как будто құлағыңызда бір нәрсе тұрған сияқты эффект болады. Яғни бұл бізге бір сол жердегі болған присутствующий бір атмосфераны беретін болады да. Соны бізге істеу үшін мен отдельно оны прям Google-ға жаздым. Былайынан қазір мында көрсетейін, отаңыздар. Так, отменить. Сейчас прям кәдімгідей звук дейсіз да, міне ерінбей звук телепортации деп жазсаңыздар, портации и скачать дейсіз, болды бізге бесплатно скачать десе де болады, немесе прямо сол жерден запись экраны арқылы көшіп алсаңыздар болады.
и мына любойына кіреміз, звук машина времени деген сияқты өте көп любой звукты іздей бересіздер. И мен соның звугын жазып алғанмын. Мен тоже звукты тоже отдельно аламыз мұнда. Именно екі файл алдым, яғни менің бірінші исходный файлым, екіншісі менде звук аламыз. Мына бағанағы тұрған файлым, мынау менде звук. Міне қарасаңыздар, қазір үлкейтейін сіздерге. Міне кәдімгі интернеттен, сайттан алған звук. Именно қайсы екенін қазір көру үшін, міне көрсетемін, звук тыңдатайын. Міне дауыс шығып жатыр. Байқадыңыздар ма? То есть ойлаңызшы, сіз осы звук қосқан кезде сізде уже какой-то бір киношный картина шығатын болады да. Құлағың дыңылдап, бұндай звуктарды негізінде высокочастотный звук деп атайды. Негізі научный тілі, ғылыми тілі именно высокочастотный звуктар. То есть анау тыңдаған кезіңізде негізі бұндай звуктарды в основном кішкентай балалардың құлақтары қатты еститін болады. Алыстан еститін кезде емес, ана иттің құлақтары қатты естиді, осындай өте жоғары частотадағы звуктар. Так, давайте монтажымызды бастайық. Мен видеолыққа кірдім. Мен бірінші өзіме керек жерін тауып аламын. Примерно момент міне осы жер, яғни міне осы жерге дейін алып келеміз. Все, мынаны қиямыз. Так, менде міне примерно 19 секундтық файл пайда болды. Келдім. Фуп. Осы жерде бізге қатырып қою керек. Байқадыңыздар ма? Осы жерде қатырып қоямыз. Мен қолымды былай тұрамын и мына жерде мінтіремді түсіріп жіберемін болды. Все. Яғни біз бұны қалай істейміз? Бізге бұны істеу үшін тура осы видеоның екіншісін копиясын істеп аламыз. Яғни мен бұны дубль жасаймын. Міне, дубль жасадым. Яғни копировать еттім. Енді дубль жасаған файлымды мен бұны микшер деген кнопка арқылы жоғары көтеремін. Все, жоғары көтердім да, былай қарай қоямын. Екеуі менде бірдей. Міне ананы былай қоятын болсақ, екеуі менде, яғни оны қою үшін білесіздер ғой, қалай қоятын, мен бүйтіп қою үшін менде екеуі бірдей. Қараймыз, екеуі бірдей қимылдайды. Енді мынаны қайтадан қалпына келтірейін жаңағы файлымды, түсіне тұрғанды. Енді бізге не керек болады? Бұның бағанағы асылан мазаны қатырып қою үшін ең керек кнопка бұл жерде бізге маска. Яғни маскамен мен отдельно қиып аламын. Оны қалай істейміз? Бізге зеркальный маска керек болады. Мен масканы ортаға қоямын. Зеркальный маска керек болады. Зеркальный ішінде именно біз линейный аламыз, яғни мынандай бір линиялық маска. Мен мынаны былай аламын примерно. Кішкене былай жылжытамын. Так, бізге именно секірген момент керек. Мен қараймыз, қолдары ештеңе қиылып қалмау керек. Бірінші мағанна өзіме қайсы свет, қайсы кадр, қай жоғарыда болу шатасып қалмау үшін. Мысалы, мына жерде мен қазір маскамен қойдым да, мынаның оң жағы астындағы ма, не сол жағы үстіндегі ма, білмей қалдым да. Оны бізге ыңғайлы болу үшін мен істеймін. Бірінші қайта масканы өшіремін да, үстіндегі файлға, фильтрға кіріп, цветін өзгертіп аламын. Ну, например, там давайте қызыл қылып алайық, чтобы маған ыңғайлы болу үшін. Біліп отырамын да, что үстіндегі файл қызыл, астындағы файлымыз біздің обычный файл. Кейін монтажымыз істеп болғаннан кейін мына қызыл цветті қайтадан өзін орнына қоямыз. Так, все. Енді бағанағы маскамызды қайтадан аламыз. Маскаға басам, зеркальныйға басам, міне все. Менде уже белгілі. Үстіндегі файл менде оң жағында тұр. Астындағы файл сол жағында тұр. Енді бізге бұны қиып, уже скоростьтан төмендетуге ыңғайлы болады. Так, басынан мен кішкене кадрды ашайық енді. Былайнан. Мен енді каждый кадрды көріп отыру керек мені. Былай келді. Именно осы келген моменттен бастап, мына жерде қатып қалу керек. Яғни қатып қалатын жерінде біз не істейміз? Разделить кнопкасы арқылы кесеміз. Мені кесіп тастадым. Енді осы жерге мен не қосам? Не істейді ойлайсыздар осы жерде? Осы жерге скоростьті максимально төмендетіп жүруге болады. Яғни бізде өте төмен жай бүйтіп түсетін болады. бірақ біздің арсламызда не жерде енді адам ауада қатып қалмайды ғой негізінде өмірде. Сол үшін ол тез кеткендіктен біздің скоростіміз ары кетсе максимально скоростьтің қойғанның өзінде ол все равно бүйтіп тез түсіп кетіп үлгермей қаламыз да. Сол үшін мен кадрымды аламын да неде заморозить деген керемет кнопка бар, қатырып қояды, яғни біздің кадрымызды. Міне именно мына жерде қатырып қоямын. Міне все. Заморозить етіп қойдым. Яғни осы жерде мына кадр тұрғанша менде қатып тұра береді. До конца. Міне. Енді қараңыздар, мына жерде керемет тағы да бір кнопка бар. Міне заморозитті мен алып келдім. Мына қайтадан қалпына келтіреміз. Міне. Мынаның арасында кішкене менде ашылып қалды. Міне мына жер ашылып қалды. Міне көрдіңіздер ме? Ашылып қалды. Осы жерде мен қайтадан қалпына жабыстырып қоямын бүйтіп. Сонда бізде асламызда келеді, тік қатып қалады. Мен тұра берем. Қолымда әлі бүйтіп тұрмын міне. Примерно міне уже ерте түсіп кетті, көрдіңіз ба? Яғни бізде бұндай болмау керек. Енді мен өзім именно пока қолымды түсірген моментке дейін мынау тұрған кадрды, бағанағы мынау тұрған міне замороженный кадрды мен созу керекпін. Созу үшін просто қолымды алып келеміз, баян.
Так. Былай алып келеміз. Мені осы жерге дейін мына кадрымызды созамыз. Все. Мені создық, тік түседі. Ол кезде мына кадрды қайтадан орнына алып келеміз. Сонда бізде мені былай келеді да. Мені түсінікті ма? Былай келеміз. Ешқандай қиындық жоқ. Міне 2-3 клик арқылы біз уже кадрымызды реттеп алдық. Енді все, на артық жағын кесіп тастаймыз. Бізге уже бұл жағы керек емес. Бізде примерно 12 секундтық видео болды. Ну, пока звуксыз тыңдайық. Қараңыздар. Все, қатырып қойдым. Қатып тұр. 1, 2, 3, 4, 5 әлі қатып тұр. Тың. Қолым түсірем. Болды. Все. Вообще 2-3 кликпен істедік. Енді музыкамызды аламыз. Мен музыкамды заранее запись экранмен жазып қойғанмын. Егер де сіздерде запись экран бар болса, ну, iPhone бәрінде бар. Android'тарда запись экран по умолчанию болмауы мүмкін, бірақ Play Market'тен скринкаст немесе скрин видео или скрин экран десеңіздер миллиондаған приложение шығады. Сол арқылы музыкаңызды запись экранға көшіріп алуға болады. Немесе Android'тың бір жақсы жері, ол жерде даже запись экрансыз музыканы прямой сайттан, любой браузер арқылы прям скачать етіп, файлын ішіне сақтап алуға болады. Android'тың именно преимущество сол жағынан да. Бірақ все равно кейбір Android'тар iPhoneға қарағанда ол несі, короче, уступает дейді ғой, качество жағынан, иә, кішкене қалып қалады. Сол үшін мен мына жерде запись экраны алынған менде звугымызды таңдаймыз. Ателекке басамыз да, звукты алып аламын. Енді бұл музыканы қалай алып өтті, уже телепорттың алдыңғы сабақтан бәрін істе көріп тастағансыздар. Болған мен тоқталмай қояйын. Так, звукты аламыз. Тыңдап көрейік бірінші. Міне примерно осы жерден басталады. Звук болып жатыр. Мен әлі бүйтіп тұрмын. Міне именно осы біткен жерінде мен бағанада қолымды бүйтіп төмен түсіру керекпін. Енді соны дәлдейміз. Кеттік. Так, мына жерін тыңдап көрейік. Болмай қалды, не істейміз? Видеомызды кішкене артқа қарай қиямыз. Мына жағын қиямыз да, мынаны тура байқасаңыздар, мына жерде міне кішкене волна тұр, волна бітіп қалады. Яғни бұл жерде осындай волналар бізге музыкамыздың қай жерде всплеск болды, қай жерде звук болды, соның барлығын көрсетеді. Осыған мән береміз. Міне мен мына жерге қойып қоям. Так, енді мынаны қайтадан бастан бастап қоямын да, бас жағында маған звук керек емес, потому что мен жүгіріп келем. Именно осы моменттен бастап деген дауыс шығу керек. Ол үшін музыкамен де плавно шығу үшін бізде екі вариант бар. Либо мен громкостьті ключ арқылы төмендетем, либо неде наплыв деген бар, появлениеға мынаны былай басып қоямын. Міне келді. Міне уж деп жатыр. Так, тың деп жатыр. Келді. Болды. Все. Болды. Мына жерде уже мен қия саламын, потому что мен жақта уже былай жақындаймын. Көрдіңіздер, мен уже қолым қиылып қалады. Сол үшін осындай моменттерді көрсетпеу үшін, соған дейінгі моменттерді біз барлығын бүйтіп қиып тастаймыз. Мұндай ляп болатын болса, сіздерде видеоларыңызды как оригинал өмірға тұру үшін осындай ляптарды біз алып тастаймыз. Ляп бол любой жерде болады. Соны болдырмау үшін осындай әрекет істейміз. Мына қараңыздар, мына жерде тағы да кішкене көрініп қапты. Мынасын көріп тұрсыздар ма? Мынандай кішкене қалып қалды. Осыны қалдырмау үшін не істейміз? Мынаны қайтадан бүйтіп тұрамыз да, тық еткізген кезде өзі вибрация беріп ұстап аламыз. Сонда бізде міне бір ойын. Енді бағанағы файлдарымызды үстіне тұрған слойды мына қызыл қалып қалды ғой. Қызыл болмау үшін біз орнына қайтадан қалпына келтіріп қоямыз. Все, қалпына келтіру үшін мен бағана қайтадан әрқайсысына басып шығамын, фильтрдің ішіне кіріп нетке басам. Мына фильтрдің ішіне кірем, нет деймін. И мына фильтрдің ішіне кіріп нет деймін. Все. Қайтадан бір көріп шығайық. Кетті. Все. Байқаңыздар ма? Так, мына жерде бізде кішкене масканың линиясы көрініп тұр. Бұл масканың линиясын көрінбеу үшін не істеуге болады ойлайсыздар? Қайтадан маскаға кіреміз. Міне. И мына шетте кішкене мында екі стрелочка болады. Домалақтың жерінде мында екі стрелка болады. Осы стрелкаға басу арқылы кішкене біз фонымызды бүйтіп размывать етеміз. То есть мында линия көрінбей қалады, бізде екі слойдың жалғаған жері көрінбейді. Осындай маска қоятын болсақ. Так, мына жерде пока көрінбейді. И мына жерде все, полный салып тастадық барлығын. Енді не істейміз? Бұны сақтаймыз. Сақтаған уақытта көп адам сұрайды, сақтағанда қалай сақтаймыз дейді. Мен көбінесе видеолардың бәрінен киношный картина шығу үшін, әдемі бір күшті эффектіні болу үшін 1080 таңдаймын, одан кейін 24 дейін таңдаймын. 24 қарасаңыздар, кинематографический стандарты, яғни киношный картина береді бізге. Все. Так, подождите, маңызымда қалды.
қазір мен бакан не қойып қояйын, самолет қойып қояйын мұнда. Так, неде экран өшіп қалды қазір, мен қайтадан звукты қосам. Запись экранды. Все. Так, все, қостым. Енді міне, все, яқта экран шықты деп ойлаймын. Міне все. Так, экспортқа басамыз, сохранитті басамыз, и міне уже кетті. Мынау сақталып тұрған уақытта яқтан шығуға болмайды приложениеден. Бұл 15-14 секундық видео, бұл тез рендер болады. Енді бізге бұны бояу керек. Бұны бізге бояу үшін мына жерде менде Prequel деген приложение бар. Өте бір киношный күшті картинка беретін, бликтар береді, помехалар береді. Анандай бір мелкий косяктарды білдірмеу үшін. Қайырлы кеш тағы да қараңыздаршы. Бүгін бізде мына алып кешеге түсірген стористарым яқтан шығып жатыр ғой. Плюсті басамыз да, ең соңғы қалған кадрын таңдаймын. Так, міне қанасы мына жерде режим болып қалды, квадрат болып қалды. Бұндай болмау керек. Бұны болдырмау үшін біз істейміз. Қайтадан бірінші бағана фотомызға кіреміз. Фотоға кіреміз. Правитті басамыз. Мына жерде төмен жағына мынандай кнопка бар. Яғни біз поворотты өзгертеміз. Поворотты былай қыламыз да готовын басамыз. Потому что Prequel'дің бір жаман жері бұл сізге мынандай оқыған кадрды екі жан қылып сізге квадратқа істеп береді. Ал бұл тек тігінен сторис қаралған приложение да. Все. Мынаны аламыз. Аламыз мына жерде. Все. Міне енді былай керек бізге. Все, эффектіға кіреміз. Дауысын кішкене басып қояйын. Эффекттің ішінде мына жерде сразу бізде фильм деген эффекті бар. Мені ортаға алып қоям. Фильм деген бассақ, мына cinema деген андай картинка бар. То есть біздің картинкамыз уже киношный картина болады. Бұны мына жерде на кнопка арқылы настройкасына бассақ, фильтр қоюға болады. Фрейм деген, яғни рамка қоюға болады, шетінде бүйтіп жыбырлап тұрады, кино сияқты. Бірақ мен бұны алып тастаймын. Фильтрді көбейтіп азайтуға болады. Примерно бізге 65-60% жеткілікті. Одан қатты боясақ, ол уже нереалистичный болып қалады. Все, бізде уже видеомыз дайын. Все, енді рендер істейміз. Экспорт болып жатыр қазір. Так, 30. Тоже мынау экспорт болып қалған уақытта мындан шығып кетуге болмайды. Все, 100% болады, өз галочка шығады. И шыққаннан кейін именно ана жерге save видеоға басамыз. Все. Мына Prequel деген приложение Android-қа да, iOS-қа да бар. Так что уайымдамаңыздар, Android-та көріп жатқан кісілер бар болатын болса, App Store-дан көшіріңіз болады. Тегін версиямен қолдануға болады, без проблем. Так, енді бағанағы видеомызға кіреміз. Міне бізде видеомыз біліп тұр. Енді қайтадан қалпына келтіру үшін қайтадан Private-ке басам да, мына жерде стрелкаға қайтадан басып қалпына келтіремін да, готово деймін. Все, бізде енді уже видеомыз нормальный болады. Қайтадан кіреміз. Все. Достар, міне. Так, енді қараңыздар, мына жерде бұл бізде киношный картинамыз дайын. Бұған уже біз тексті қойып, музыка қойып, ағырай уже видеомыз жалғастай берсек болады. Бүгінге бізде Телепорт Pro Max'ның 3-ші сабағына осымен бітіреміз. Егер де сіздерде бұндай эффекттерді біз не үшін қолданамыз? Қазіргі уақытта білесіздер, обычный продающий сториста там сәлем, есімім Асқат, мен мынандай курсым бар, мынандай товарым бар деп сату, ол уже трендта емес та, ол уже қалып кеткен. Потому что оны любой адам өзінің сторисынан көрген таргеттен көргенде бүйтіп ауыстыра беретін болады. Ал именно мынандай осындай бір қызықтыратын бір нәрсемен алып келетін болсақ, одан кейін барып сататын болсақ, онда біздің видеомыз қызықты және CTR-ымыз көп болады, охват көп болады, и кликтің саны да арзан болады. То есть біздің бизнесімізге, кәсібімізге мынандай видеолар, креативпен алып келген, басын қызықтырып алып келетін видеолар өте қатты көмектеседі. Түсінікті ма? Ендеше достар, давайте келесі сабақта жолыққанша, бүгінгі сабақ қызық болды деп ойлаймын. Егер де кім үй жұмысын істейді, соған ғана келесі сабақ ашылатын болады. Біз келесі сабақта сіздермен креативті текст жазуды үйренетін боламыз. Ендеше келесі сабақта жолыққанша.